Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін осында керемет өзбек халқының дүмбіляма тағамын жасайтын боламыз. Видеоны соңына шейін қараңыздар. Ол үшін бізге керек заттың барлығын осылай дайындап аламыз. Газымызды жағып, қазанымызды қыздырып, май құйып, керекті еттеріңіздің барлығын саласыздар. Қуырып алсаңыздар да болады. Мен енді бұқтырып істейін дедім. Бірінші етімді салдым, үстінен пиязымды, одан кейін сәбіздерімді салдым. Осылай кубиктап, үлкен кубиктап турадым енді. Сосын картошкаларыңыз если кішкентай болса, үлкен қылып салсаңыздар болады. Мен ортасынан бөлдім, өйткені менде картошкаларым үлкен болды. Сосын капусталардың барлығын өстіп бөліп, картошканың бетін жауып шығасыздар. Бірінші тұзды сеуіп аласыздар, өздеріңіз дәміне қарай. Барлығын өстіп салып, үстінен жаңадай цветной перецтарымызды саламыз. Жасыл, сары, қызыл, чесногымызды саламыз, дәмдеуіштерімізді саламыз, укроп салып жібересіздер, мінекей тұзымызды, қара бұрышымызды, лавровый лист, сосын зираны кішкене қостым, дәмі ерекше болып тұрсын деп. Сосын үстінен томат пен суды араластырып құйдым деп, осылай капустаны тағы да жаптым үстін. Одан кейін керегінше суыңызды құясыз, одан кейін қамырымды дайындап қойған болатын, бір жұмыртқамен ұнды илеп, демалдырып. Қамырымызды жақсылап жайып аламыз да, одан кейін осылай ұзынша етіп кестім. Мен енді кішкене бетіне манты қосайын деп шештім. Енді кішкене тойымды болсын деп, балалар жақсы көреді. Осылай барлығын роза гүл қылып алдым. Достар, менің каналыма тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, пікірлеріңізді жаза кетіңіздер. Менің каналымда алдағы уақытта керемет пайдалы лайфхактармен осындай қолжетімді рецепттердің видеоларын көре аласыздар. Неке өстіп, бұқтырып қойып қойдым. Бір 40-50 минутқа қараңыздар. Ерекше әдемі дәмді болып шықты. Қонақтарыңызға ұсынсаңыз да болады, немесе күнделікті отбасыңызға осындай бір ерекше тамақ істегіңіз келсе, осы дүмбіляманы жасап көрсеңіздер болады, қыздар. Дәл менің рецептіммен жасасаңыздар өте ерекше болып шығады ғой. Енді дәмін айта алмаймын. Ауызда ериді ғой етінің барлығы. Буда піскен тамақ әрине әрқашанда дәмді болады. Осылай сәндеп, бетіне мантымды қойып, укроптарымды сеуіп, балалар шағамызбен күштілеп жеп алдық. Балаларыма да, үйдегі адамдардың барлығына қатты ұнады. Бізге ас болсын. Менімен бірге болып, видеоның соңына шейін көргендеріңіз үшін көп-көп рахмет. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта сіздерге пайдалы рецепттер салып тұрамын.